Ешен Ақсақал Буыршын ауданы Оймақ ауылы Ақбұлғын қыстағының малшысы. Ол 16 жасынан бастап емегейті төр жайлауын жайлап келеді. Әдетте малшылар жұрт жаңалап көшкенде бәйбіше түйе жетелеп алда жүреді. Бірақ бүгін Ешен Ақсақал Ақбас атанды өзі жетелеп көш алдында келеді. Бәлкім ол жолдың күдірлігін ескеріп, Ақбас атанды өзі жетелеген болар. Ешен Ақсақалдың отырықты үйі Буыршын ауданының 2817 малшыларды отырықтандыру құрылысында. Әрі қара ұсақ малдарын қыс мезгілінде Сауыр тауының баурайында қыстаулыққа апарады. 17 мамырдан бастап көші бастаған Ешен отбасы Шоңқұр ауылының Қызылтас өңірінен Көкбай, Ұланбұлақ, Үшбұлақ, Арпа бұлақты басып Қал тоңға келеді. Әлгерінді кейінді 40 күн көшеді. Кейбір жерде 1-2 күн ерулесе, кей жерде 1 апта отырады. Сізге кейінді олдыңыз о? Мына көрпе жастық қойды. Жоқ артпасам. Күнен дейіз, дұрыс. Мына ақ берің ма артын әсетіп. Екі күн артық көрген екенсіз қатысыз. Мен білем ғой. Қанда астын қазір. Жол қоғаған жағында түйен тігін байқап жетіктен да. Тайғақ зердер бар, құрғақ болады. Бір артық түйе тартынып алып қалады. Ол байқап отыр. Қалып қойса тағы іздеп келеді шама жоқ. Ал сендерін қойдарын жолға салып, бірде-бір қоспай. Тар жерден кеңірек айдап, мына жерден жаятын жер жоқ. Суыртын қап бар бана, суамы қарыптан өткеннен кейін біраз дем алып, содан кейін бір жаясыңдар. Одан бір жаятын жер жоқ, сол жиын қап айдап. Біріңе бір қоспай. Білмей, бір ауыстың. Ал енді, бісміллах, Алла жол берсе. Ал енді, сары чек. Бүгін өзіне қалар бір жайлауға. Ал енді. Жақсабайда да қой, бүчіп қымбат. Қой, жақсабайда дейін. Құзыңызға дейін сау ма? Көшіңіз байсалды болсын. Айтқаның кесті. Көшкен елге ерулі ел алдарынан суысынды қалып шығады. Міне бұл қазақ ұлтының сан жылдық көшпелі тұрмысында қалыптастырған дәстүрлі тамаша салты. Көш жолында қиындыққа жолыққанда, жол бойында отырған малшылар бір-біріне көмек қолын береді. Тәпті жатын орын тамақ және көлікпен ақысыз қамдайды. Көшпенді ұлттың ашық жарқын кең пейілділігі мен мейман достығы осы өзгеше жоралғысынан ақ мен мұндалайды. Бүгін қай жерге барасыздар? Бүгін Кеңтүбекке барамыз ғой, Алла жетсін. 4 күн бойы үдіре тартқан Ешен отбасындағылар жол бойы кешкі әр күнгі қоналқыға жеткендерінше бір сәтте дамылдамады. Күніне аз дегенде 8 сағат, кей күндері 14 сағат бойы ат үстінен түскенде жоқ. Көштің бұлайша толассыз үдіре көшуінің де өзіндік себебі бар. Бір жағынан, күдір көш жолы дамылдауға мүмкіндік бермесе, енді бір жағынан, ұзақ жолда болдырған түйе шөксі болды, кең жібі босайды, әрі шөккен түйені орнынан тұрғызу да машақат шаруа.
Seni kelime kuş bulmasa, Şirdin seni kelime kül bulmasa, Şirdin o karga şey. Yoksun benim ağam, bir jirden son, Avul bulup kuralar, el bulugan son, Şirdin o karga şey. Çok becerişli. Çok koysandan bir tane bayrak koy gerek. Çok ödül. Çok ödül sürüyoruz. Көзеулі қонаға жетіп, жүк түсірілісімен, Ешен ақсақал мен бәйбішесі көш-қон кезінде екі керегенің басын түйістіріп, итарқа дайындады. Takayın. Çaydan da alıp geldim. Kanadan beri sıyır koyduk, at koyduk. Çok karadık. Şöyle dökmettik. Erте oturup, la kepirde sen erте oturup atacağım. Tartımını baradır yoldan kaldırmayanı malına. Öreği jönölüp, öreği jönölgönde çayın uağında verip yol kaçar. Қой қоралап, малды түгендеп, ат ерін алып, шай қайнатып, тамақтанып болған соң, отбасындағылар бел шешіп тынық болды. Қосты жақсы деңдер, мынау енді Абылайды қара қосы деп атайды бұл қосты. Мына қосты қазақ баласы құрметтейді. Мынаны енді далаға тігіп, отарға көшіп барып, қосының ішіне чауын чайнақ апарып, тамақ отып істеп ішкенде адам да алмайды. Ішінен ішіп, жеп, тойып кетуіне болады. Жанына байлап, алып кетпейді бұл қазақ баласы тегіннен қарама. Сондықтан бұл қара қостың киесі киелі қос, Абылай түнеген, Абылай артып Абылай көшіп жүрген. Талай жерлерді, талай жүнқарларды осы қоспенен басқан. Сондықтан жақсылап тігіп, жалбырдатпай, көтеріп еңсесін кішкене. Көтеріп тігіп қойыңдар. Қазақтың көші-қон кезіндегі тағы бір қолайлы баспанасы Абылайдың қарақосы. Ол қазақ ұлтының ертеден келе жатқан қарапайым қарақосы. Жолаушы қарыны ашып шөлдесе, осы қарақоста адам болмаса да тамақтанып кете береді. Алайда қостан бұраудалуына болмайды. Міне бұл қазақ ұлтының көшпенді тұрмысында қалыптасқан қайырымдылық пен моралдық дәстүрі. Қазақтың көші-қоны жапа машақатқа толы. Көш жолын таудан құлаған тастар басып, жүру қиынға соққан, түйелі көшпен атқа мінген адамдар лайсаң тайғақ көш жолында сақтана жүріп келеді. Түйенің ауық-ауық бақырған дауысы мен Қанас өзенінің арқыраған дүлей ағысы қосылғанда адамның зәре құтын қашырады.
Көш бойында ойламаған істер үнемі туылып тұрады. Oğul öz tarttım diye bulayım. Малшылардың құрайлаған дауысы тау ішін жаңғыртады. Дәл осы сәтте жер әлем көркем сурет дәлізіне ұқсады. Суреттегі ең әсерлі көрініс көш жолындағы малшылар мен төрт түлік мал еді. Көштің төртінші күні бастаудан өткен соң Ешеннің үлкен отауы мен басқа туыстары жайлауы бөлек болғандықтан бөлініп, өз қонысына жол тартты. Ең соңында қалған ерлі зайыпты екеуі түйелі көшпен мың шұңқыр қара көлді басып өтіп, кіші көк қабырға баурайындағы өзінің ата қонысына жетті. Жайлауыма сән берсін, өміріме мән берсін. Сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ. Аллах акбар. Ешен отбасы жайлауда 2 ай мөлшері отырады. Жаз жайлау малшылардың арқа-жарқа қуанышқа бөленіп, сергейтін шағы. Осы кезде малшылар қозы сойып, көрші қолаң туыс туғандарын шақырады. Малын семіртіп, құрт майын алып, жайлаудың рақатын көреді.
Шілденің соңында малшылар жайлаудан пішенге түседі. Шөп жинап, қора қалтқысын жөндеп, малды қыс қырынан аман өткізудің дайындығын мықтап жасайды. Тамыздың соңында сай салада самсып тұрған қарақат пен қызылқат, тошала мен бүлдірген бәрі пысқан кез. Ықылым заманнан бері осы өңірде өскен жемістерді үзіп, тосап жасаған малшылар өзіне қажетті витаминді алудың бір түрлі тәсіліне айналдырған. 62 жасқа шыққан Мәден Үрістемұлы қызы Маржан мен туысының қызы Зердені ертіп, осынау кең өрістен дәмі тілі үйретін жеміс жидектері шықты. Мәден екі балаға жеміс үзудің барысын және үзудің әдісін үйретумен бірге, осы жемістің адамдарға пайдалы екенін ұғындырды. Қуаты бар дейді ғой қызылқат пенен, екеуінің farkı сол екен. Қызылқат қан сұйылтады, қан толтырады. Мынау қуаттандырады. Бұның farkı сол жерінде. Өстіп тазалап алсаңдар, мына бұны жақсы. Бұны ақырын тесеңдер, бұл алынады мұны. Біргәтен келді? Ой, біргәтен болса да болды ғой. Yok oldu ana bir gatelin kolu oldu. Kiyergiş koy bunanı sen bir saatte terdin mi? Bir saatte terdik aslında. Çarşap çaldığım jüp. Жаңа замандасыңа да теріп беріп қойған жоқсың ба? Оған да ен терейінші деп отырмын. Мынаны аршығанда мына қайнататын кезде мынаны бүйтеді. Мынаны бүйтіп алып, Талдайды. талдап мынаның шөбін тыстап, сонан кейін тап-таза қылып қайнатады ғой. Мәден мен бәйбішесі Қатипа екі ұл, екі қыз тәрбиелеген. Бауыршын ауданы Оймақа ауылы Мұңайтпас қыстағының тұрғыны. Балалар түгел қызметте. Олардың қонысы жалдың ойына таяудағы Ақсала деген жерде. Қатынас қолайсыз болғандықтан ай аралап балалары келгенде, олар қабағат қуанып қалады. Қыздарын, келіндерін және немерелерін көргенде, екі қария қуанғаннан ақ түйенің қарны жарылар еді. Балалары атасының мотоциклмен 8 сағат жол басып, сонау Емегейті жайлауынан семіз қоза келгенін естіген. Сол қозы сойылды. Тұра тұрсаң суды алмайын өсті. Ау, е! Кішкене немересі күн болдың туғанына 2 ай толмаған. Ішіне жел тигендіктен, ауырып жылай бергендіктен, Қатипа апай жаңа сойған қозының тоқ шегін жылыдай баланың кіндік үстіне таңып, оның суығын тартқызды. Міне бұл қарапайым қазақи ем. Енді айтеміз енді, жаным ой бұтты. Шенде шек тартып қойдық, енді сол жерін тартады да, сен жыламайтын болайын. Үй жаман күшік дей. Обай. Ой, әне таңым бол, бауырымды көрдің бе не? Аузыңа салында. Обай. Ой, енді бетін ұстама. Бетін ұстама. Мәден қарияда 100 тұяқ қой, 40 бас сиыр, 7 жылқы бар. Ол
қойы мен жылқысын Емегейті жайлауына арнаулы бақташыға қосады. Ал жаз мезгілінде өзі сиырын Ақсала өңірінде бағады, бәйбішесі сиыр сауып, құртмай алумен қарбалас. Бізде көшеміз ғой. Мәден мен бәйбішесі әр күні елең алаңда тұрып, 14 сиырды сауады. Кеште қалған 8 сиырды сауады. Бұзаулардың күйіне қарай сиырларды алма кезек сауып отырады. Ал енді мынаға құйып, ертеңін қайнады. Сүт өнімдерін жасау қазақ ұлты әйелдерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан азық түлік жасау өнері, әрі анадан қызға қалған дәстүр. Қатипа жасаған сүт өнімдері алыс жақынға танылған. Май алынған іркітті қайнатып, сорғытып, сар суынан айырып, өреде құрт қып кептіреді. Құрт биік үстірт өңірде тіршілік ететін қазақ халқының белок толықтайтын киел асы. Құрт адамға қуат болады. Жарты шағым құрт көз көрім жерге жеткізеді деген мәтел тек айтылмаған. Қазір енді кәзейін тарттықта құртты да көп алмайтын болдық қой, құртты енді жайып кептіріп алайық. Иә. Сарымай қылшықтанып тұздалғаннан кейін дәмі таңдайда қалатын сүт өнімі. Сарымай әдетте қойдың қарнына салынады. Зерде сенікі андағы. Сені ол ұмытатын мен біліп тұрған. Балалары қайтатын болды. Екі қарт балаларын қимастықпен аттандырды. Енді екеуі Емегейтіден түсетін малды қырғүйек айының соңына дейін сонымен бір уақытта Ешен ақсақалдың ұлдары Серікбол, Ардақбол және үлкен немересі Ерсін шілденің бас шенінде Буыршын ауданы 2817 құрылыс отырықтану түйініндегі шөпті жинауға кіріседі. Олар тартпамен 40 неше күнде 160 мың жердің шөбін шауып жинайды. 700 күп шөп алда жалда қарапаты туыла қалса, осы отбасындағы малдың тек 3-тен 1-не ғана жетеді. Қазан айының бас шенінде жауған қарлы жаңбыр солтүстік Шинжаңның ауа райына едәуір ықпал жасады. Ертіс өзені мен Буыршын өзені жағалауындағы қайың мен теректің жапырағының түсуіне ілесе, жыл құстары да жыл өңірге, оңтүстікке қайта бастады. Мәден Рүстемұлы Жалдың ойының маңындағы жайлауынан Ертіс өзені жағалауындағы Ақбұлғынға көшіп келді. 30 жылдан бері ол осы күзеулікте жыл сайын 1 ай отырады. Ауылдық су электр станциясында істейтін үлкен ұлы Алмас 2-3 күнде бір келіп, екі қарттың тұрмысына қажетті бұйымдарды жеткізіп отырады.
Алмас осы рет үлкен баласын ертіп келген. Екі қарт немересін көргенде ерекше көңілденді. Ежелден бері дарқан табиғатты анасындай аялап келген қазақ халқы экологиялық тепе-теңдікті сақтауды әбден білген. Мәден қарт жайылымының тұяқ кесілігінің алдын алу үшін бұл арада тек сиыр бағады. Ұсақ малдары қыстаулықта. Сол үшін де Мәден Үрістемұлы биыл күзде 25 ірі қара, 50 тұяқ қой сатты. Бұнға сатып алып.